Қазақ ер азаматтары мен жігіттеріне ұнамайтын макияж жасаймын. Максимально неестественный макияждардың бірі болады, өйткені біздің қазақтың жігіттеріне ондай ұнамайды. Тонның өзін қалың етіп жасаймын. Оны маған кім айтты дейсіңдер ма? Маған оны ChatGPT айтты. Ол көкеміз маған осындай макияждарды сгенерировать етіп берді. Осындай макияждар мүлдем ұнамайды деп айтты. Мен өзім негізі боянбасам да, бірақ та қатты боянатын қыздарды өте қатты ұнатамын. Нарощенные ресницы, кірпік, одан кейін ерін жасататын қыздарды мен өте қатты ұнатамын. Мысалға, көшеден көрген кезде мен ол қыздарға қарағым келе береді. Енді ондай сұлулыққа қарамай қалай өтіп кете бересің. Бүгінгі менің макияжым прям за грань кетіп бара жатыр, өйткені мен даже қабақ жабыстырдым. Көзімнің макияжы яркий болғанымен қоймай, оған қоса ернімді де қызыл, қою етіп бояп алдым. Енді жасандылықты жақсы көрмейді ғой, сондықтан да мен бүгін жасанды шаш киетін боламын. Менің бұл макияжыма мынау парик мүлдем жараспады, сондықтан да басқасын киіп көремін. Енді мынау екінші парик болса, менің образымды толықтырып жіберді. Бүгінгі менің образым маған өте қатты ұнады. Негізі кездесуге барып келу керек еді. Сонымен сол, сендермен болған ұқыпты гранат. Всем бай-бай.